Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде Зверополис, яғни аңдар шаһары деп аталатын мультфильм. Қызық болары сөзсіз. Сондықтан ыңғайлы орынға жайғасып, лайктарыңды баса беріңдер. Казвойс, сайрайда. Әуел баста аңдар болған екен. Жемтіктер дірілдеп жүргенде жыртқыштар тосқауылдан шабуыл жасап оларды жеген. Уақыт өте келе аңдар түпкі инстинкттерін ұмытып, жыртқыштар мен жемтіктер тату-тәтті өмір сүру жөнінде келісімге келеді. Мысалы, қозы ғарышкер, марғау заңгер, ал көжек тәртіп сақшысы болып, аңдар шаһарының бір кірпіші болып қаланғысы келетінін айтады. Оның сөзіне Гидеон дейтін түлкі «Қоянның мент болғаны қалай кетті?» дегендей қақасын ұстап отырады. Кейіннен Джуди қоян ауылға оралып, әке-шешесімен таңдаған мамандығы жайлы әңгіме қозғайды. Олардың айтуынша Джуди қоян. Қоян болғасын сәбіз теру фермасы оған жарасады емес пе дегендей. Джуди «Ақылдарыңа рахмет әрине, бірақ тәртіп сақшылары арасынан ең алғаш мен қоян болам» деп таңдауын бойына қазық етіп қағып алады. Бір кезде Гидеон кішкентайларды қысып, олардың билеттерін тәртіп алады. Джуди тұмсығы жібір етіп, Гидеонға қарсы келіп, бетін тырнатқызып жатып, оларға билеттерін қайтарып береді. Арадан 15 жыл өтіп, Джуди полиция академиясына түсіп жаттығады. Басында оған Тундра Таун, Сахара Сити, тропикалық орман деп аталатын аймақтарда сынақтармен жаттығу қиынға түседі. Тіпті унитазға дұрыс отыра алмай батып кететін жері тағы бар. Кейіннен айла ойластырып, өз күшін өзіне қолдану дейтін әдістерді біліп алып, қабілетін шыңдай түседі. Оған қоса қала әкімі Арыстан Лео риза болып, Джудиді марапаттап, полиция қызметкерлерінің қатарынан, яғни аңдар шаһарының орталығынан орын дайындайды. Арадан оның орынбасары Жүмбиге ханым да жыға келіп, Джудиді құрмет етіп тұрғанда, Арыстанның былай тұршы дейтін уысында қалып, байғұс бұлармен суретке де түсе алмай қалады. Біраздан соң әке-шешесі және санаудан жаңылдым дейтін оның ағайындылары Джудиді қоян ауылдың вокзалына келіп шығарып салады. Әкесі оған түлкіге қарсы пышылдауығын ұстатады. Пойыз келеді. Дәу есіктен бұғы шығады, орташа есіктен борсық шығады, ал кішкентай есіктен кеміргіштер шығады. Солай Джуди бәрімен қоштасып аңдар шаһарына аттанады. Жолда құлаққабын тағып, айналаның кереметтеріне көзбен қысқаша шолуын жасайды. Бір қызығы, бұл әлемде адам мен иттен басқа сүтқоректі жануарлардың барлығын байқаймыз. Демек, басқа кластар, мысалы жорғалаушылар, құстар, балықтар, қосмекенділер атымен жоқ немесе олар, соның ішінде адамдар да бұларға азық ретінде қолданылуы мүмкін. Бұл енді достар бөлек әңгіме. Алайда жуырда шығатын екінші бөлімінің постері мен трейлерінен жорғалаушылардың бар екенін көзіміз бір шалып қалады. Оны енді уақыты келгенде түсінетін боламыз. Содан аңдар шаһарында бүкіл жануарларға жағдай жасалып қойғанын байқаймыз. Алдында қоянның аузынан аңдар шаһарында кім болғың келсе, сол боласың. Қаладың, болдың дейтін оптимистік сөз шыққан болатын. Иә, алғашында солай сияқты деп қоямыз да, Джудиді жатақханасымен таныстырамыз. Ертесіне Джуди әкесі берген пышылдауықты қалтасына салып, полиция бөлімшесіне аттанады. Ол жақта бөлімше диспетчері Бенджамин Трнаузер дейтін қабланмен танысады. Мұндай мамандық иелері көбіне қасқыр, арыстан, жолбарыс, аю, піл, мүйіз тұмсық, бегемот дейтіндей ірі жануарлардан болушы еді. Енді отрядтан қоянның пайда болғанына да көзімізді үйретіп қояйық деген. Содан нұсқамалықты жүргізуші капитан Буйволсон екеніне де таңғалмаймыз. Ол іздеуде жүрген жыртқыштар, яғни алып ағаюдан бастап түймедей ақ кіске дейін таныстырып, барлығын жұптарымен қосақтастырып қылмыскерлерді ұстау дейтін посттарына аттандырады. Ал Джудиге автотұрақта тәртіп бұзушыларға айыппұл тағу дейтін тапсырма бұйырады. Джуди оған келіспей кезінде үздік түлек атанғанын айтады. Сонда Буйволсон үздік болсаң, онда бүгін 100 айыппұл шығарып алу саған қиын болмас деп кетіп қалады. Джуди түске дейін 200-ге жеткізем деп мақсат құрып, биігі бар, кішісі бар, бәріне айып іліп, әйтеуір нәтижесіне жеткізеді. Сөйтіп тұрғанда жолдан балмұздақ сататын дүкенге кіріп бара жатқан түлкіні байқап, соның артынан еріп береді. Ол піл болуды аңсайтын кішкентай қалқан құлаққа балмұздақ әпермекші екен. Сатушы піл бермей қояды. Сонда Джуди тұрып беріп, сендер мұрынбоқтарыңмен санитарлы талапты бұзып жатсыңдар. Тура санэпидемстанцияны шақырып жандарың шығарайын ба деп пілдерді қорқытады. Дей тұрғанмен де түлкінің ақшасы. Ақ көңіл Джуди баланың көңілін қимай, өз ақшасына балмұздақ алып береді. Олар рахметін айтып кетіп қалады. Біраздан соң қу түлкі түлкілігін жасап, балмұздақты ертіп, ыдысқа құйып, рульға қалқан құлақты отырғызып, Тундра Таунға барып, қалыптарға салып қатырып, оларды кішкентай кеміргіштерге сатып ақша табады. Қалған ағаштарын тышқандарға құрылыс материалы ретінде жаратып, бизнесін айналдырады. Оны көріп ашуланған Джуди түлкіні ұстап алады. Түлкі тауарларға лицензия мен сертификаттың бар екенін көрсетіп, бұл саған қиялыңдағы армандасаң бола салатын Диснейдің ертегісі деп тұрсың ба? Бұл өмір. Мұнда арманың ойдағыдай орындалмайды. Қанша жерден арпалыссаң да түбі бәрібір фермаңа барып, сәбіз сатумен айналысасың. Табиғат солай құрылған. Мен қу түлкі болсам, сен ақмақ қоянсың. Дей бергенде Джуди, мен саған ақмақ емеспін дейтін жауабы кеппеген цементті басып тұрғаны өтірікке шығарып береді. Кешке қарай жаны күйзелген Джуди сәбіз доширагын әзірлеп ішіп отырғанда, істелген сәбіз айфонына әке-шешесі видео қоңырау жасайды. Джуди оларға түр берместен, бәрі керемет, бәрі күшті, прям балқып шалқып, ертегіде жүрмін дейтіндей жауабымен дабайласып, әңгімені тез-тез бітіреді.
Ертесіне штрафстандық қызметін жасап, елдерден қарғыс естумен болады. Бір кезде шошқаның дүкенін Дюк дейтін ақ қыз тонап кетеді. Оны ұстауға Джуди қуана кіріседі. Ол кеміргіштер қалашығын ойрандатып, үйлерді домино қылып қаша жөнеледі. Мүйіз тұмсық тым дәу болғандықтан Джудидің керек жерден табылғаны жақсы болды деп қоямыз. Солай Джуди абайлап жатып қылмыскерді тоқтатады. Алайда ол бетон бончикті домалатып жібергенде, Джудидің арқасында мына көрші формасы тегіс қалпында қалмайтын болып шығады. Біраздан соң Джуди Дюкті бөлімшеге жеткізеді. Капитан оны мақтай ма десе, керісінше «Постыңды неге тастайсың? Мен саған қанша айтып түсіндірем осы, арманың ойдағыдай орындалып кететіндей бұл саған Диснейдің ертегісі емес қой. Постыңды біл қарағым» деп ұрысып тұрғанда Кәмшат ханым кіріп келіп, байының жоғалып кеткенін хабарлайды. Джуди оны тауып беретінін айтады. Буйволсон ашуланып Кәмшат ханымды сыртқа шығарып жіберіп, Джудиді бұйрыққа бағынбағаны үшін жұмыстан босатпақшы болады. Сонда сыртта Мәңіреу ханым естіп қалып, бұны әкім арыстанға хабардар етіп қойғанын айтады. Енді Буйволсонға көнуден басқа амал жоқ. Сондықтан не табасың, не жұмыстан шығасың дейтін шартпен Джудиға Кәмшаттың байын табуға 2 күн беріледі. Кейіннен Джуди Тырнаузерберген ішінде дымы жоқ қағаздан айғақтар іздеп, оның түлкіден балмұздақ сатып алғанын анықтайды. Артынша түлкіні, яғни Никті тауып алып, оған «Кәмшат мырзаны көрдің бе?» дейтін сұрағынан бастайды. Ник арасында 12 жыл бойы күніне $200 табатынымен мақтанып қалады. Джуди оған айып тағып, салық төлемегені үшін сотталатынымен қорқытады. Оған қоса түлкінің сөздерін диктофонға жазып алғанын естіртіп, «Сен не менімен Кәмшатты іздейсің, не түрмеде балмұздақ сатасың» деген сұмдық шарт қойып, өзімен бірге алып кетеді. Ник оның қайдан шыққанын білетін болғандықтан, шыбыннан душ қабылдап отырған Якспен кездесуге апарады. Ол киімнің не екенін білмейтін, адам көркі шүберек, аңның көркі жүн деп ұрандап жатқан Нудидің ортасына алып кіреді. Жирафтар волейбол ойнап тұр. Содан Якс Нанга дейтін пілді тауып келіп, одан «Білесің бе, мынандай жүруші еді ғой. Үстіне осындай киіп жүретінші, сосын қирап қалған машинасының нөмірі андайшы» дегендей барлық ақпаратты өзі айтып беріп, Нанганы сөйлетпейді. Бұның бәрін Джуди блокнотына түртіп алып, осы номер бойынша автотонға баратын болып шешеді. Ол жақта өңкей жалқаубектер қызмет ететін болып шығады. Олардың енді қалай жылдам жұмыс істейтіндерін өздеріңде көріп отырсыңдар. Джуди әлгі нөмір арқылы мекен-жайды біліп алатын құжатты 2x пен де 1000x пен де қойса да Казвойстың монтажына ұқсаған қозғалыспен әйтеуір анықтаманы жыртқызады. Арасында Ник анекдот айтып күлдірем дегенше сыртқа шықса кеш батып кетеді. Ескере кетсек, Буйволсон Джудиға 2 тәулік берген еді. Әйтпесе қош боларман, сәлем сәбіз әлемі болмақшы. Әрі қарай көрсетілген мекен-жай бойынша Тундра Таун ауданына келіп, Джуди Никті қорқытып жатып, ішке еніп ізделінді көлікте табады. Ішін тіміскілеп жүріп, орындықта тырналған іздерді байқайды. Артынша Ник бұл лимузинде Тундра Таун мафиясының заттарын байқап, байбаламға салады. Шыға бергенде бұлар ағаюға ұсталып қалады. Никтің бұлардан қорқатын себебі, кезінде сасық күзеннің терісінен кілемшені осыларға затқан екен. Біраздан соң екеуі мистер Биктің кабинетіне әкелінеді. Ол кім екен? Мынау ма? Әлде мынау ма деп отырғанымызда, кішкентай атына заты сай емес, жер тесері болып шыққаны қалай кетті? Содан Джуди, сенің лимузиніңде Кәмшат не істеп жүр? Оны қайда тықтың? Айт қане? Деп тұрғанда Бик оларды мұздай суға тастамақшы болады. Сол сәтте оның қалыңдыққа жарап жатқан қызы кеп қалып, Джудиді танып қояды. Сөйтсе мына сәтте Джуди осының қызын пончиктен аман алып қалған болып шығады. Сол себепті Бик бұларға алғыс білдіріп, екеуі тойдың қадірлі қонағы болуға тиісті екенін айтады да, жоғалған Эммет, яғни Кәмшаттың байы оның флористі болғанын хабарлайды. Сол себепті ол лимузинде отырған өзімен өзі жабайланып, салонды тырнап, шопырына шабуыл жасаған екен. Артынша тропик орманында тұратын шопыры Манчес дейтін қара барыстың мекен-жайын айтып, кейіпкерлерді сол жаққа аттандырады. Бұл жақта Манчес көргенін айтып, Эмметтің танымастай өзгеріп кеткені баяндалады. Сонымен қатар ол тамақ жыртқыш дейтін сөзді қайта-қайта дыбыстағанын еске алады. Екеуі бұдан оқиғаның егжей-тегжейін сұрай бергенде, Манчес «Қазір тұрыңдар, дамбалымды киіп келейінші» деп үйге кіре бергені сол еді. Бұл да кенеттен жабайланып, айбат шегіп, екеуін көпір үстімен қуа бастайды. Джуди Никті құтқарып қалады да, Тырнаузерге мекен-жайды хабарлап, лианалармен төмен түседі. Уақыт өте келе Буйволсон жинаған жасақ келіп, Джудидің әңгімесін тыңдайды. Алайда байлаулы тұрған Манчес жоқ болып шығып, Джудидің тапқан айғағы аспанға ұшады. Буйволсон ашуланып, «Болды, жетоныңды өткіз де барды ауылға барып сәбіздер» дейді. Джуди, «Куәгер жалғыз мен емес қой» деп Никті сілтейді. Капитан, «Мен түлкіге сенуім керек пе? Дереу өткіз жетоныңды» деп қатайып тұрып алады. Сонда Ник Джудиға тұрып беріп, «Сен бұған жылдам жұмыс істе» деп талап етесің. Бірақ жайбасар көлік бересің. Қылмыскерлерді табуға 2-ақ күн бересің. Өздерің соны 1 айда таппайсыңдар. Енді кеп бұған әңгіме айтасың. Оның үстінен біздің әлі 10 сағат уақытымыз бар. Демек қылмыскерді таппайынша шешім қабылдауға асықпаңыз, капитан, дейді да екеуі фуникулерға отырып кетіп қалады. Жоғарыға шығып бара жатқанда Ник өзінің шигол кезінде алған травмасымен бөліседі. Ол былай екен. Ник өзінің шөп қоректі достарымен скаут ұйымында болғысы келген. Алайда арасында жалғыз жыртқыш, жалғыз түлкі болған соң, шөп қоректілер оның аузын жауып, «Біз түлкіге сенеді деп ойлап едің» деп оны алшақтатып тастайды. Сол сәттен бастап байғұс Ник, түлкілер әрқашанда қу болады екен ғой дейтін стереотипке сеніп кетеді. Джуди оны жуатып, Никтің бойынан керісінше мейірімділікті байқайды. Осы сәтте олар барлық болған жайтты түсіріп тұратын сергек жайлы ойланады. Бірақ оған қол жеткізу оңай емес. Сондықтан
Жүмбике ханыммен жолугууга туура келет. Ол камерага түшкөн аймактардын мурагаттарына кол жеткизип турганда, түлкү де онун жүнүнө кол жеткизип алады. Артынча өзү Арстанның айгайын тыңдап кетип калады. Джуди керек камерасын тауып, Манчесте каскарлар туткундаганын көрүп, олардын улугандарына карап, тамак жырткыч осулар экен ғой" дейтин ойга келеди. Ары карай көлүктүн жүргөн жолун байкап, сол жага аттанады. Келген соң экөө күзөт каскарларды олдуп, көздөрүн алдап кыймаратка енип алат. Бул жакта Манчесте, Эмметте жана ол аз десеңдер, алдында Буйвулсын айткан жоголган 13 аңдын барлыгы табылып, камауда жатканы байкалады. Бир кезде Арстан аким кирип келип, доктор Итаюга, "Алардын жындануу себеби әлі аныкталмадымы ане?" дейтин сурагынан баштайды. Сонда Итаю, "Шатырдан тайган аңдардын барлыгы жырткычтар, сондуктан тез арада дабыл кагуу керек" деген тужурман айтады. Арстан, "Креслода отурган аким биле билсең, ол да жырткыч кой, мен койсол. Сонда мени эртелиги шатырдан таят деп турсуң ба?" деп турганда Джудидин телефону шырылдап экөөүн уштап береді. Ишке каскарлар кирип келгенде Джуди мен Ник карыз кубурлар менен сыртка качып үлгөрөт. Бир аздан соң Арстан мен доктор аңдарды заңсыз камауда ұстаганы үчүн сотталады. Ник Джудидин көмекчиси атанууга кадамдарын жасап жүрөдү. Буйвулсын тилчилерге сухбат берип, сөз кезегин Джудига сунады. Джуди камауда жаткан аңдардын не себепти жабайланып кетүү себебин таппаганын айтып, соңунда олардын ДНКсында жырткычтыктын бар экенин кабарлап, бул да барлык жырткычтардын бетине топурак шашады. Оны эстип алган Ник де травмасын эске алып, Джудига ренжип, "Кайтесиң мени касыңа жырткыч эмес отряддан бирөөдү табып алыш" деп көттүрүп кетип калат. Ырбис пен бого Джудидин айткан сөзүн жаңалыктан кабарлайт. Жаңалыкты эстип алган соң бүкүл аңдар шаһары тургундары жырткычтарга сеним артпай, олардан аулак болууга тырышат. Ол жайында Газелли да өз оюн билдирип, "Оңай болмойду ғой" дейтиндей баарынын бурунку калыпка оралуун тилейди. Камшат ханым өзүнүн бая Эмметти таанымай турат. Тырнаузерде жырткыч болгондуктан энди ол да өз орнун босотуп жатат. Калада энди жаңа аким. Ол Жүмбике ханым экен. Калада тургундардын көбүсү шөп-коректер жана кемиргичтер болгондуктан энди Джудига олар сеним артатын болот. Сондуктан Джуди энди полиция бөлүмүнүн спикери болуп сайланбакчы экен. Джуди оган келиспейт. "Мен негизи кала коопсуздугун калыптастырам деп түбүндө керисинче бәрін наразылаштырдым" деп полиция болуудан баш тартып, Коян ауылга оралып, сабиз сатуу менен айналышат. Аке-шешеси онун каскабагына карап жубатуу менен болгон. Сүйтүп турганда акыл токтоткон Гидеон келип, бала кездеги шалалык үчүн кечирим сурап, Джудиге онун өнүмдөрү менен бөлүшөт. Бир кезде акеси балаларга урусуп, "Ой, мына гүлдү баспаңдар" деп оларды жас кезинде жеп коюп, шешесин тистеп тастаганын эске түшүрөт. Гидеон бунун аты тамак жырткычы экенин дыбыстайды. Осы сәтте, "Будан тек жырткычтар эмес, кояндардын да коянчыгы козат экен го" дейтин ой Джудидин миин тесип чыгат. Сүйтүп Джуди көп кыдырместен калаага карай умтулат. Бул жактан Никти тауып, одан кечирим сурап, мән жайды айтып түндүрөт. Сүйтүп экөөү алгы көкөнүстөрдү тоноочу Дюктү издөөгө чыгат. Ол өзүнчө Моана, Муздуу өлкө, Ральф, Рапунцель сыяктуу Диснейдин мультфильмдерине жатып алып, пират диск сатуу менен айналысып турат. Джуди менен Ник келип, одан "Өткөндө дүкөндөн сен пияз эмес, тамак жырткыч тонаганыңды билемин. Айт кане, оларды кимге саттың? Клиентиң ким?" дейтин сурагын коёт. Ол айтпай койгон соң, экөөү Дюктү Бикке апарып, мәжбүрлөө аркылуу тамак жырткычты Дуглас дейтин кошкарга сатканын аныктап алады да, сону издөөгө аттанады. Сүйтсө ол метронун бир куусундагы вагонда өзүсүн кыштып химия сабагын жүргүзүп ататын ок дайындап жатыр экен. Сонун катар буйрук боюнча лимузинде отурганда Эмметти дамбалын кийип үлгөрместен Манчесте аткан оосы болуп чыгат. Бир кезде Дуглас досторун күтүп сыртка чыгып кетет. Джуди оны бир теуп вагондо айгак-байгак менен алып качууга тырышат. Алайда кошкарлар кедерги жасайт. Жолда оларды түшүрүп тастауга мүмкүндүк туундаганы менен вагон үлкөн жылдамдык менен темир жолдон чыгып кетип, бүкүл айгак өрткө боелат. Ник негизги айгакты алып үлгөргөнү кандай жакшы болду деп кейипкерлерди хайванаттар муражайына аттандырабыз. Бул жакта мисс Жүмбике чыгып калып, колундагысын кайтарууга тырышат. Экөө "Чута кошкарлар каттап кетти ғой" дегендей күмөнданып, булардан качып бир жерге тыгылып калат. Мәңгиреу ханым оларды устап кызады. Олар коян экспонатты коюп, өздөрү качып кетип, буларды жындыгылады. Качып келатканда кошкар экөөүн итерип төмөнкү павильонго кулатат. Ары карай Жүмбике ханым барлык жырткычтардын көзүн куртуп, "Өзүмө галемди баскарамын" дейтиндей зулумдук жоспарын айтады да, Никти атып полицияга "Джудиди түлкү талап тастады, келиңдер" дейтиндей арадан кино ойнап тастайды. Сүйтсө кадимги октун ордуна көк жидек салып койганы аныкталып, экөөү жай мультфильмдин басындагыдай спектакль ойнаганы маалым болот. Оган кошо Жүмбикенин зулум сөздөрүн далел кылып диктофонго жазып алат. Солай Жүмбике ханым сотталат. Арстан акталат. Жакшы жаңалык, жабайланып кеткен аңдарга вакцина табылып, Камшат ханым өз байын калыптуу күйүндө көрүп мәз болот. Тырнаузер ордуна кайта оралып, пончиктерин аузуна тыга баштады. Ары карай аңдар шаһары мен ойлагандай армандар оп-оңой орындала салатын кала эмес экен. Өйткөнү өмүр болгон соң аңдар бири-бирин таануу үчүн бир аз убакыттар керек экени анык. Кез келген аңды түшүнүүгө болот. Олардын бет пишинине карап айып тагуу кате пикир. Пилде балерина боло алады, түлкүдө тартип сакчысы боло алады деп Джуди эл алдында сөз шайнап алган соң, Никтин тартип сакчылары катарына косулуу менен куттуктап коебуз.
Солай экөө жұп болып, дені дұрыс көлікке отырып тапсырмаларын алады. Бұл жолы Доминикке жатып алған біреу Көтіңді қысшы! ұшып отырып қызылға өтіп кетеді. Сөйтсе тәртіп бұзушы жайбасар Жалқаубек блиц болып шығады. Артынша барлық аңдар поп жұлдыз Газелиннің орындауындағы концерттен табылып көңіл көтеріп, екінші бөліміне дайындалады. Көрейік енді бұл жаққа жылан келіп не тындырар екен.